Бұл Астананың мерейлі мерекесіне орай тұрғызылған Астана Гүлзары лентасының қиылуы. Елді мекен Шымкент қаласындағы көп қабатты тұрғын үйлер орналасқан алғашқы мөлтек аудан. Салтанатты шараға арнайы ат басын бұрған аймақ басшысы алдымен қала халқын қасиетті айт мерекесімен құттықтады. Бұл қуаныштың басы ғана, алдағы уақытта тұрғын үй кезегіндегілер көптеп баспанаға қол жеткізетіндігін жеткізді. Баршаңызды ораза айт мерекесімен құттықтағым келеді. Бір ай мінекей ораза ұстағандар бітіріп, көңілдерін демдеп, елге, халыққа жақсылық тілеп, сондай ниетпен қарсы алған Рамазандан кейінгі алғашқы күн, айт күні, жай айт емес, жай құттықтау емес. Шымкент қаласына, өздеріңіз көріп тұрған, бұрын тек әкімшілік іскерлік аумақ деп айтылса, енді Астана қаласының 20 жылдығына орай елбасымыздың республиканың бас қаласын Астанаға ауыстыруына орай биыл үлкен шаралар өтуде. Астана шағын ауданынан пәтер кілтін алғандардың бірі Динара Дурманова. Көп балалы ана бұл баспананы 15 жыл бойы күткен. Бұған дейін жалдамалы пәтер табалдырығын тоздырған ол ақыры баспаналы болу бақытына қол жеткізді. Әбдірахманов Марлен Валерьевич. Өте қуаныштымын. Бүгін оразамыз бір ай ораза тұтып, бірінші айт күні бізді шақырып, кілтімізді қолымызға беріп, үй беріп отыр. Осы қала әкім орынбасары, қала әкімдеріне, облыс әкімдері, Әшірбаев апайға бәріне үлкен алғыс айтамын. Рахмет, бізге кілтімізді беріп атқан қолымызға міне. Құтты қоныстарына қол жеткізгендердің басым көпшілігі көп балалы аналар, жетімдер мен әлеуметтік жағынан нашар қамтылған отбасылар. Сонымен қатар биыл тағы 1152 азамат тұрғын үймен қамтылмақ. Қазір өздеріңіз көрдіңіздер, бұл жерде жетім балдар алды, әлеуметтік әлсіз топқа жататын азаматтар алды және бюджет саласында қызмет атқаратын азаматтар. Биылғы жылдың басынан бастап қазіргі бізге беріліп жатқан үйлердің саны осы сала бойынша, осы жаңағы бағыт бойынша 1152 азамат тұрғын үймен қамтылады. Оның ішінде біраз қамтылып қойды. Қазіргі таңда жаңағы берген азаматтарымыз 15 адам сол азаматтардың тобының ішінен. Шымкентте былтыр 4289 пәтерлі 69 үй пайдалануға берілсе, биыл 2833 пәтер ел игілігіне тапсырылмақ. Мамандардың айтуынша тұрғын үй кезегіндегі азаматтардың 80%-ын жалға берілетін баспанамен қамтамасыз ету үшін жыл сайын 3000 пәтер пайдалануға берілуі керек. Кезектегі азаматтардың қалған 20%-ын несиелік тұрғын үймен қамту мүмкіндігі бар деп отыр. Мадина Абайқызы, Мұрат Адинаев, ТВК телеарнасы.